Жасы 80-нен асып қартайған бір ата бар еді. Сол кісі аяқ астынан зәр шығара алмай қатты қиналды. Балалары дереу жедел жәрдем шақырды, ауруханаға жеткізді. Тәжірибелі дәрігер ойланбастан іске кірісті. Сәлден соң жан қинаған зәр сыртқа шығып, атаның халі бірден жеңілдеп сала берді. Балалары дәрігерді жан жағынан қаумалап, алғыстарын жаудырып, мақтап жатты. Сосын әкелеріне назар аударып еді. Ол кісі егіл-тегіл жылап жатыр екен. Олар әкелерінің көңілін аулап, бәрі жақсы болды, бәрі артта қалды. Енді неге жылап жатырсыз? Деп сұрасты. Сонда ата жылауын тоқтатып былай деді. Мына дәрігер бала маған бір рет көмек көрсетіп еді. Оған алғыс жаудырып, құрметке бөледік. Оның қадірі мен орнын түсініп қалдық. Ал Аллах тағаланың маған 80 жыл бойы жеңілдік жасап келгеніне ойланбаппын. Осыншама уақыт бойы өзінің жомарттығы мен кеңшілігіне сай, ешқандай операцияға мұқтаж қылмай, өз қажеттілігімді өтеуге мүмкіндік беріп келіпті. Аллахтың қадірін осы уақытқа дейін сезбей келіптім, дейді. Расында, Аллахтың нығметтеріне бойымыз үйреніп кеткені соншалықты. Егер бізден біреу халімізді сұрай қалса, жаңа еш нәрсе жоқ, деп жауап қатамыз. Нығметтерді үздіксіз пайдалана отыра, есен саулықтың жаңарып отыратынын сезбейді екенбіз. Я Раббымыз, саған ауырмаған күндеріміздің баршасы үшін, есепсіз нығметтерің үшін шүкіршілік әрі мақтау мадақ арнаймыз.